есікті жабыңыз. Өткен нәрселерді ескермей, алдымдағы бәйгеге қарай жан сала жүгірудемін. Филиппіліктерге арналған хат 3 тарау 13 аят. Бір ойыншы қақпаға гол сала бастағанда, қарпалас топтағы кісілер не істейді? Олар ең жақсы ойыншылардың соны тоқтату үшін жібереді. Бүгін сіздің өміріңіз үшін болып жатқан рухани соғыс сіздің Құдай алдында бағалы екеніңіздің нышаны. Сол шабуылдардың келіп жатқан себебі сіздің бойыңызда гол соғатын қабілеттің бар екендігінен. Егер сіз Құдайдан тапсырма алған болсаңыз, онда шабуылды магниттей тартатын боласыз. Паул өмірінің аяғында былай деп жазған: көбірек еңбектеніп, түрмеге қамалып, аяусыз дүреге соғылдым. Талай рет өліммен бетпе-бет келдім. Яһудилер маған 5 рет 39-дан дүре соқты. Мен 3 рет шыбықпен ұрып соқтырды. 1 рет өлтірмек болып таспен атқылады. 3 рет кеме апатына ұшырадым. 1 тәулік бойы ашық теңізге малтып, әрең аман қалдым. Көп рет саяхатқа шығып, сансыз қауіп-қатерге ұшырап келемін. Тасыған өзендерден, қарақшылардан, өз ұлттастарым мен басқа ұлттық адамдардан да зардап шектім. Қала мен далада, теңізде және жалған бауырластар арасында қатерге тап болдым. Ешқандай аянбастан еңбектеніп келемін. Ұйықтамаған түндерімнің есебі жоқ. Аштықтың, шөлдің не екенін білемін. Киімге мұқтаж болып, талай рет тоңдым. Басқа жағдай туралы айтпағанның өзінде, күн сайын барлық қауымдардың қамдары еңсемді басып, толғандырады. 2 Қорындықтар 11 тарау 23-28 аяттар. Ал енді Паулдың өткен оқиғалар туралы не айтқанына қарайық. Өткен нәрселерді ескермей, алдымдағы бәйгеге қарай жан сала жүгіріп, көздеген мақсатты қуып келемін. Филиппіліктер 3 тарау 13 аят. Бірақ меніңше Паул еш нәрсені ұмытпаған. Ол адамдардың есімдерін, барған жерлерін, адамдардың бет-жүздерін есінде мұқият сақтайтын. Тіпті көрген нәрсесін жазып та жүретін. Алайда мұндағы бір маңызды нәрсе мынадай: Паул көптеген ауыртпалықтар көрсе де, соларға бола өз мақсатынан бас тартқан емес. Сондай-ақ осы ауыртпалықтар оның бәйгесін қуанышпен тамамдауына ешқандай кедергі жасаған жоқ. Сондықтан сақ болыңыз. Өткен өміріңізде болған нәрселер болашақ жарылқауларыңызды ұрлап жүрмесін. Сіздің өткеніңіз өтіп кетті. Кешегі күн түнгі сағат 12-де бітті. Есікті жауып, Құдаймен алға қарай жүре беріңіз.